Жаңаөзен қаласы нөмір 11 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Абдрахманова Алмаш. Бүгінгі өтетін пәніміз әдебиет оқу пәнінен тақырыбымыз Мұқағали Мақатаевтың «Үш бақытым» өлеңіменен танысамыз. Сабақтың мақсаты Мұқағали Мақатаев өмірі мен шығармашылығы туралы таныса отырып, өлең жырларын мазмұнын ашу, ақынның шығармалары арқылы шындықты, сұлулықты қадірлей білуге тәрбиелеу. Бақыт дегенді қалай түсінесіңдер? Бақытқа жетелейтін не нәрсе? Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп бастады топ таласта. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әрасты. Бір айтады, бақыт деген барлық байлық емес пе? Керегіңше киіп-ішсең, бақыттысың демес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мансап қой. Жұрттан көрі жүрсең ерек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жүйрік мініп, той тойлау. Ісің болмай күйбеңменен, қарын тойса қарт ойнау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ынтымаққа ырыс келген, ол да соған келмек қой. Пікірлердің таласына осылай мен жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай, сонықты. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Мансап жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар, таңдап сол бір жақұтты. Он алыстан іздемегін, жүректен тап бақытты. Ал балалар, үш бақыттың өлең шумақтарын өздеріңізге ұсынамыз. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілімдедім. Кейде дүниеден түңілсем де қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, кім мықты десе біреу отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ кел дағы. Мұқағали кім менен? Жүрегіңмен үндесетін жазғаны, әр сөзінен сезілетін таң нәрі. Таңбасы бар 20 ғасырда Мұқағали поэзия заңғары. Оны оқу әр адамның арманы. Жүректері жылағанның қорғаны, жалғастырды аспан мен жер арасын, әне оның тұлпарының озғаны. Мұқағали асқа қойдың шынары, сөнбес мәңгі жағып кеткен шырағы, айналасын ағатығын құлпыртып, алып таудың аққан мөлдір бұлағы. Поэзия мұхитының маржаны, еш нәрсемен өлшенбейді салмағы. Сірәда мен өлмейтұғын шығармын деген ой орындалды арманы. Жырларына өмірінің қосады, мұзасынан хан тәңірін жасады. Ұрпақтардан ұрпақтарға жалғасып, ғасырлардан ғасырларға асады. Мұқағали Мақатаев 1931 жылы қазіргі Алматы облысы Райымбек ауданына қарасты Қарасаз ауылында дүниеге келген. Мұқағали 10 жасқа келгенде Ұлы Отан соғысы басталып, әкесі майданға аттанып, соғыста қаза табады. Үйдің үлкені Мұқағали анасына көмектесіп, отбасына қамқор болып, ел есейеді. Сол кезден бастап өлең жаза бастайды. 1948 жылы Еріп атындағы Казмуге 1950 жылы шет тілдер институтына оқуға түскенімен, тұрмыс жағдайына байланысты оқуын аяқтауға мүмкіндігі болмайды. 1973 жылы Мәскеудегі Максим Горький атындағы халықаралық әдебиет институтында оқып білім алады. Ол Советтік шекара газетінде жауапты хатшы, республикалық радиода диктор, социалистік Қазақстан газетінде әдеби қызметкер, жазушылар одағында кеңесші, Жұлдыз журналында бөлім меңгерушісі секілді жауапты қызметтерді атқарған. Ақын 1976 жылы 27 наурызда дүниеден өтті.
Ақынның алғашқы өлеңдері 1948 жылдары Нарынқол аудандық советтік шекара газетінде жарияланды. 1964 жылы Ильич атты тұңғыш өлеңдер жинағы басылып шығады. Мұнан кейін армысыңдар достарым, қарлығашым келдің бе, мавр, дариға жүрек, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің, өмір дастан атты өлеңдер мен поэмалар жинағы жарық көрген. Мұқағали Мақатаев, Уолт Уитменнің шөп жапырақтар, Уильям Шекспирдің сонеттер, Дантенің құдіретті комедия атты шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ақын өмірден қайтқаннан кейін өмір өзен, бәсіре, соғады жүрек, шолпан, жырлайды жүрек атты жыр жинақтары жарық көрді. Ақын өлеңдері нәзік лиризммен, ашық сыршылдығымен ерекшеленсе, поэмалары тарихтағы түрлі саяси әлеуметтік қоғамдық жағдайды дәл бейнелеп, уақыт рухын көрсете білуімен, адамзаттық, адамгершілік мәселелерді көтеруімен құнды. Ақынның 100-ден аса өлеңдеріне ән жазылған. 2000 жылы ақынға Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді. Мұқағали ақын үшін бақыттың 3 түрін атаған. Бірінші халық, екінші тіл, үшінші отан деп алған. Бірінші халық қазақ халқы, екінші тіл қазақ тілі, үшінші отан Қазақстан деп атаған. Енді осы Мұқағали Мақатаевтың оқушылар біз дәптерімізге жазып аламыз. Ең 3 бақытын дәптерімізге жазамыз. Осыменен үй тапсырмасынан Мұқағали Мақатаевтың 3 бақытын өлеңін жаттауға аламыз.